Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Осы кішігірім ауылдың өзінен отан ана шақыруымен ел шебіне тиген еліміздің миллиондаған аяулы ұлдар мен қыздары соғысқа аттанды. 1940 жылы 27 маусым күні таңғы сағат 4 шамасында фашистік Германия тұтқындан шабуыл жасады. Бейбіт тыныш ұйқыда жатқан отанымыздың іргесіне опасыздықпен басып кірді. Фашизм жер шарына соғыс алапатын алып келді. Алапат ауыр соғыс өз салмағын иыққа 1418 күн мен түн салды. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс еді. Себебі оған әлем халықтарының 80% қатысты. Майдан батареясына 61 мемлекет тартылды. 40 елдің жерін соғыс өрті шарпыды. 110 миллионнан астам адам қолына қару алды. Олардың арасында көп ұлтты кеңес одағы деген алып елде бар еді. Бұл тарихта ұлы отан соғысы деген ерекше атпен қалды. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, 3-ші әр сыныбының әзірлеген желбіре жеңіс жалауы атты тәрбие сағатымызды тамашалауға шақырамын. Бұл түнеріп аспаннан талай бізден тастанды, тұтқиылдан жау киіп, қырғын соғыс басталды. Жерден көлден аспаннан соқты жауды ел күнде, отан үшін от кешіп, жақындай түсірген ендер. Тылдағы ерді еледі, тынымсыз күн түнделеді, елдердің жоғын білдірмей, жауды да жеңіп келдігі. Тастан көкке атылды, орман шулап, тау құлап, 28 батырды жиналмады жау бірақ. Жау жеңіліп ақыры, атты бейбіт таң күліп, 28 батырын ұмытпайды ел бірақ. Аты аңызға айналған Мәскеу түбіндегі ұрыста 306 атқыштар дивизиясының 38 танкісін құлатқан деген ерліктері ел жадында. Әлия Нұрмұхамед қызы 18 жасында және Мәншік Жиенғали қызы 21 жасында кеңес одағы батыры атағын алды. Ерлігі бізде